Менің таныстыратын жиынтығым бұл қартаю процесін баяулатып, жасару процесін іске қосатын соңғы инновациялық пептидті косметика абсолют селектив. Так, қойшы, абсолют селектив технологиясы дегеніміз не? Абсолют селектив технологиясы дегеніміз бұл проблемалы теріні керекті қоректік заттар мен дәрумендерді дәл сол керекті жеріне тез жеткізетін соңғы инновациялық технология. Яғни бұл жиынтықта біздің терімізде жасушалық деңгейде жұмыс істеп, проблеманы өзі табатын ақылды косметика деп те атайды. Бұл жиынтықты қай жастан бастап қолдануға болады? Негізі 30-35 жастан бастап біздің теріміздегі коллаген мен эластин түзілуі азая бастайды. Сондықтан да егер беттеріңіз құрғақ болатын болса, әсіресе аққұба қыз-келіншектерге әжім ерте түседі, теріңіз құрғақ болып, майда әжімдер түсе бастағанын байқасаңыз, 30-35 жастан бастап қолдана берсеңіздер болады. Ал енді құрамына келетін болсақ, бұл жиынтықтың негізгі компоненттерінің бірі ол көкшайдың құрамындағы катехиндер. Катехин бұл біздің қартаю процесін баяулатып, теріміздің иммундық күшін күшейтетін керемет мықты антиоксидант. Екінші негізгі компонент ол токоферол, яғни Е дәрумені. Е дәрумені біздің теріміздегі коллаген мен эластиннің түзілуіне қатысып, теріміздің жанаруына ықпал етіп, бетіміздегі теріміздің қартаю пигментациясын пайда болуына жол бермейтін, терімізді сау ететін мықты сұлулық дәрумені. Үшінші компонент ол олигопептидтер. Олигопептид деген бұл амин қышқылдары, яғни белоктың құрылыс материалы деп айтсақ болады. Қорыта айтқан кезде бұл жиынтық біздің теріміздің терең қабаттарына дейін жасушалық деңгейде әсер ететін мықты жасартатын жиынтық. Бұл жиынтық 6 этаптан тұрады, 6 заттан тұрады. Ең бірінші бұл біздің тонеріміз. Әрине кешке бетімізді дұрыс тазалап, макияжымыздан кешке дейін бетімізге қонған шаң тозаңнан тазалап болғаннан кейін тонерді алақанымызға құйып, бұл сұйық бүкіл бетімізге, мойнымызға шапаттап жағып шығамыз. Бұл тез сіңіп кетеді. Тонер не істейді біздің терімізді? Тонер біздің теріміздің pH балансын лезде қалпына келтіріп, терімізді терең ылғалдандырып, терінің тонысын арттырып, жылтыр күй сыйлайды. Тонерден кейін екінші этап бұл ампула. Ампула бұл жиынтықтың жүрегі деп те айтсақ болады. Бұл үй жағдайындағы энзимный пилинг, яғни біздің теріміздегі өлі жасушалардан өте деликатны, жұмсақ тазалап, біздің тері санауларымызды кішірейтіп, тері тесігіміздің микроластануын кетіріп, 1-4 айда бүкіл бет терімізді полностью жанартып, ағартып, лифтинг эффект береді. Бұл ампуланы жаз мезгілінде тек кешке қолданған жөн, ал енді қыс айларында, күз айларында азанда кешке қолдана берсеңіздер болады. Өзінің ішінде пипеткасы бар, сол пипетканы ашқан кезде керектісі өзі сол мөлшерде алынып тұрады, оны біздің терімізге тигізбей, тікелей бетімізге немесе алақанымызға сығып, бүкіл бет терімізге, көзіміздің айналамызға тигізбей, бетімізге, мойнымызға жағып шығамыз. Әсіресе қай жерде бізде пигментті дақ бар, қай жерде кішкене проблемамыз бар, сол жерге кәдімгідей бүйтіп втирать етіп, не қылатын болсақ, көбірек массаж жасайтын болсақ, эффект лучше болады. Ампуладан кейін кішкене беттеріңіз қызаруы мүмкін, ол ештеңе кере алмайды, ол қалыпты жағдай, ол біздің терімізге ампула сынып жұмыс жасап жатыр деген сөз. Ампуладан кейін үшінші компонент бұл сарысу. Сыворотка деп те айтамыз, эссенция деп те айтамыз. Бұл ампуладан кейін сарысу біздің терімізді тыныштандырады, терең нәрлендіреді және де лифтинг эффект береді. Қолымызға сығып, көздің айналасына тигізбей, бүкіл бетімізге, мойнымызға, керек болса декольте, зона шея декольте дейді, сол жерге жағып шығамыз, сындырып. Өйткені біздің бетімізбен бірге біздің мойнымызда тез қатаяды. Адамның жасын ең бірінші біздің мойнымыз білдіріп қояды. Сол үшін де мойынды обязательно ұмытпаңыздар. Үшінші
Төртінші затымыз бұл лосьон. Бұл лосьонның құрамдағы табиғи компоненттер барлық тип кожаға кете береді және де керемет ылғалдандырады. Бұның құрамында лаванда мен розмариннің сығындылары біздің бетіміздегі қартаю пигментациясына түсуіне жол бермейді және де біздің теріміздің рельефін тегістеп, қан айналымды жақсартып, жасартады, терең ылғалдандырады. Байқасаңыздар, қайсы зат болмаса да барлығы да терең ылғалдандырады, одан кейін барып лифтинг эффект береді. Бұлар бір-бірін былайша айтқан кезде дополнять етеді, бір-бірінің күшін күшейтеді. Және де пептид бұл ылғалды теріге сіңеді. Егер мысалы сіздер тек қана тонер жақпай, ампуланы немесе эссенцияларды жақпай, тек қана кремді сатып алып, кремді жағатын болсаңыздар, ылғалданбаған теріге ол сіңбейді. Сіңбегеннен кейін ол жұмыс жасамайды. Яғни сіз ойлағандай нәтиже бермейді. Сондықтан да осы этап-этапымен ерінбей бірінен соң бірін қолданған абзал. Одан кейінгі 5-ші зат бұл біздің көзіміздің нәзік терісінің айналасына арналған крем. Бұл крем 40 мг. Және де біздің көзіміздің айналамыздағы, егер көздің астына кішкене қоңыр пигментация қарайып тұратын болса, соларды ағартады, майда әжімдерді тегістейді және де керекті дәрумендермен және де қоректік заттармен нәрлендіреді, жасартады. Көздің айналасына, не дейді ғой, сүйек. Осы сүйекке айналдырып жағып шығамыз. Қабаққа жағудың қажеті жоқ. Қабақ өзінің керектісін өзін тартып алады. Кішкентай ғана бөлігін мына саусақ емес, мына саусаққа жағып, бүйтіп екеуіне бір-біріне жағып, бүйтіп айналдырып жағып шықсаңыздар, тез сіңіп кетеді. Егер де екі қасыңыздың ортасында кішкене әжім болатын болса, носогубный складка дейді, осы жерде әжім болатын болса, бұл кремді сол жерге жақсаңыздар да болады. Көздің айналасына арналған кремді бір жақсы жері көздің айналасына да бетке де жаға беруге болады. Одан кейін ең соңғы этап бұл бетке арналған питательный крем. Бұның граммы 50 мг. Және де мен айтып өттім, бұл жиынтықтың ішінде катехиндер бар деп, сол көк шай сығындысындағы катехиндер біздің теріміздің терең қабаттарына кіріп, еніп, коллаген түзілуін ынталандырып, біздің терімізді тез қалыпқа келтіреді, яғни лифтинг эффект береді. Егер де сіздер ерінбей күнде азанда кешке осы этаптарды қолданып, күнде қолданып, сөйтіп жағатын болсаңыздар, уже 1-2 аптадан кейін-ақ өздеріңіздің терілеріңіздің жарқырап, жасарып, жанарып атқанын байқайсыздар. Тек қана сіздер емес, сіздердің айналаңыздағы адамдар да байқай бастайды. Бұл абсолют селектив наборды мен әлі өзім қолданып, бір-екі мәрте қолданып көрдім, ол кезде жаз айы еді. Мен ол кезде онша түсінбедім, маған ауырлау сияқты болып көрінді. Ал енді қазір мен жаз мезгілінде фейм деген наборды қолданамын. Енді алла қаласа осы қыстан бастап осы абсолют селектив наборды қолдансам деп жоспарлап отырмын. Өйткені мен жасым 47-де, енді 47-ге келгеннен кейін осы қартаюдың алдын алайын, бұдан да жасарайын, бұдан да терім әдемі болып жылтырасын деп, Құдай қаласа қыста осы абсолют наборды қолданамын. Так что егер терілеріңізде кішкене пигментті дақтар пайда бола бастаса, әжімдер пайда бола бастаса, осы абсолют селектив жиынтығын қолдануға кеңес беремін. Өйткені бұл действительно Кореядағы Седжонг номинациясын ұтып алған Кореядағы номер 1-ші жиынтық. Ал енді қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Мен сұрақтарыңызға жауап берейін. Абсолют селективті қолданғандарыңыз бар ма? Кремін болсын, ампуласын болсын, кім қолданып көрген? Чатқа жаза беріңіздер. Тек қана көз айналасындағы әжімі болатын болса қолдануға бола ма дейді. Иә, бұл көздің айналасына крем Қазақстан сайтында сатылады, 15.100 теңге. Егер көздің айналасында ғана әжім болатын болса, отдельно соны сатып алып қолдана берсеңіз болады. Өте қою, құрамы маған қатты ұнайды. Мен өзім осы абсолют селектив кремін уже қолданып жатырмын, өйткені алдында феймді қолданғам, енді байқасам кішкене әжімдерім сәл не olған сияқты.
уже уақыты келген сияқты фейм емес абсолют целлактивті жағып жатырмын. Керемет әсері. Ампуласын жеке қолдануға болады. Мысалы, сіз фейм наборды қолданып жүріп, немесе цика наборды қолданып жүріп, ампуласын бөлек сатып алып, ампуласында қолдануға болады. Бірақ және де жаз мезгілінде азанда емес, тек қана кешке қолданыңыздар. Ал енді күз, қыс мезгілдерінде азанда және де кешке де қолдана берсеңіздер болады. Ол өзі сол 2-3 айдың ішінде толық бітеді. Сол 2-3 айдың ішінде сіздердің терілеріңіз жалбырамай, ешқандай білінбей, толық жанарып шығады. Мысалы, косметологқа барып, егер өздеріңіз пилинг істетіп көрсеңіздер, кәдімгідей бір аптада үйден шыға алмай қаласыз. Бір аптада мына теріңіз полностью жалбырап, түлеп, мүмкін емес көшеге шығу. Бұл ампула теріні ешқандай зақымдамай, өте деликатно жанартып береді. Маған соны ұнады. Даже білмей де қаласыз қалай жанарған. Біткен кезде уже полностью сіздің кожаңыз жанарады. Тонерін де бөлек қолдана берсеңіздер болады. Қазақстан сайтында негізі тонері, ампуласы және де сывороткасы және көздің айналасына арналған кремдер бөлек-бөлек сатылады. Бұл жерде тек қана лосьоны жоқ Қазақстан сайтында, және де бетке арналған питательный кремі ғана жоқ. Оны Кореядан тапсырыс беруге болады. Ал енді ешқандай сұрақтарыңыз болмаса, бүгін уақыттарыңызды бөліп біздің презентацияға келгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Бұл презентация аптасына 1 мәрте болып тұрады, өйстіп қазақша. Сол презентацияға келіп, біздің Атомидің осындай наборлармен, өнімдермен танысып, БАДы витаминдермен танысып, және де өздеріңіздің денсаулықтарыңызды күтіп, жасарып, жанара беріңіздер.